Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видео сіздер үшін өте керемет болмақ. Себебі бүгінгі видеода біз сіздерге Корей түбегінде орналасқан Шығыс Азиядағы өте кішкентай мемлекет, астанасы Сеул. Барлығы осы елді тек дорама арқылы танитын болар деп ойласаңыз, бұл мүлде олай емес. Бұл елдің экономикасы алдыңғы қатарда, және оларда білім мен өнер жақсы дамыған. Ендеше видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін тек 5 секундтық іс, ал маған бұл ауадай қажет. Оңтүстік Корея. Бұл елдің аумағы 100.360 км шақырымды құрайды. Әлем бойынша 107-ші орын. Тіпті Қазақстанмен салыстырғанның өзінде 20 есе кіші. Елдің аумағы өте кішкентай, сондықтан оның барлық бұрышы дерлік жоғары деңгейде дамыған. Кореяда адасып кету мүмкін емес. Мұнда алыс ауылдар жоқ. Корея Республикасы тек бір елмен ғана шектеседі, және бұл ел Солтүстік Корея. Осы шекара әлемдегі ең қауіпті шекаралардың бірі. Тіпті ойламаған жерден атыс болып кетуі мүмкін. Бұл елдің халық саны 52 миллион, ал астанасы Сеул. Әлем бойынша ең көп халық саны бар астаналар қатарында. Яғни Сеулде халық саны 11 миллиондай адам тұрады. Және де бұл елдің экономикасы аса қатты дамыған. Бұл елдің ақша қоры 2,5 триллион долларды құрайды. Ал бұл жан басына шаққанда шамамен 43 долларды құрайды. Кореяның қазіргі таңдағы ең басты проблемасы бала санының аз болуы. Қазіргі таңдағы туу көрсеткіші 1,1%-ды құрайды. Демек, осылай жалғаса берсе, шамамен 100 жылдан кейін Корей халқының жартысы қалады. Бұл проблеманы шешу үшін үкімет баласы бар адамдарға қаржылай көмек беріп жатыр. Шамамен 500 вон. Бұл теңгеге шаққанда 170 мың теңге. Кореяда отандық тауарлар өте жақсы қолдауға ие. Сондықтан тіс пастасы, сағыз, чипсы және де тағы да басқа көптеген импорттық тауарларды таба алмайсыз. Кореяның тарихы біздің заманымызға дейін 2333 жылы Чосон мемлекетінің құрылуынан бастау алады. Корея аңыздарына сәйкес, Качосон мемлекетінің негізін Тангун қалаған. Аңыз бойынша, Ляолин аймағы мен Корей түбегінің солтүстік батыс өңірінде көптеген тайпалар пайда болды. Тангун осындай тайпалардың бірінің басшысы болған және Корей ұлтының негізін қалаған. Тангун көптеген кіші тайпаларды біріктіріп, Качосон мемлекетінің негізін қалаған болады. Качосон елін біздің заманымызға дейін 108 жылы Қытайдың әйгілі хан мемлекеті басып алады. Корей жеріндегі 3 патшалық. Қала негізіндегі мемлекеттер кейіндері тайпалық бірлестіктерге қосылып, күрделі саяси жүйе қалыптастыра бастады. Мұндай бірлестіктердің қосылуы патшалықтардың пайда болуына себепші болды. Сондай-ақ алғашқы патшалық біздің заманымызға дейін 37 жылы, біздің заманымыздан 668 жылдар аралығында өмір сүрген Корея мемлекеті. Мемлекет негізін хан патшалығына қарсы шыққан Кореяның әйгілі қолбасшысы Жумон қалаған. Яғни мына ханзада ғой. Жумон бүкіл Корей халқын Қытай басқыншылығынан азат етіп, бүкіл Корей түбегінің солтүстігін бір мемлекетке бағындырды. Біздің заманымызға дейін 18-ші, біздің заманымыздан 660 жылдары өмір сүрген текше мемлекеттері де ертедегі 3 патшалықтың бірі болды. Бұл патшалықтың негізін Таңмен-су Уаңның кенже ұлы Онжо Уаң қалаған. Аталған патшалықтың Ханган өзенінің төменгі сағасында, қазіргі Сеул қаласында орналасқан. Силла патшалығы біздің заманымызға дейін 57-ші, 935 жылы Корей түбегінің оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Бұл мемлекет сол кездегі 3 патшалықтың ішіндегі ең әлсізі әрі артта қалған болады. Алайда Силла Қытайдан айтарлықтай шалғай орналасқандықтан, мұнда Қытайдың ықпалы әлсіз болды. 935 жылы ішкі талас-тартыстың нәтижесінде Силла мемлекеті ыдырап, Корей түбегінде жаңа Корея мемлекеті пайда болады. Бұл мемлекеттің алғашқы билеушісі Уаң әулетінің негізін салушы Уаң Гон. Уаң әулетінің тұсында Корей түбегі алғаш рет бір мемлекеттің құрамына бірікті. Чосон мемлекеті 1392 жылдан 1897 жыл аралығында Корей түбегінде өмір сүрген мемлекет. Бұл кезеңде елді Ли әулеті басқарған. Мемлекеттің ресми атауы Ұлы Чосон мемлекеті.
1897 және 1910 жылдар аралығында атауы Корей империясына айналған болатын. 19 ғасырда Корея батыстың дипломатиялық қатынас орнату талпынысына қарсылық көрсетіп келді. Осы кезде Азия мен Еуропа елдері Корей түбегіне билік жүргізу мүмкіндігіне ие болу үшін өзара бақталастық үстінде еді. 1910 жылы Қытай мен Ресейге қарсы соғыста жеңіске жеткен Жапония Кореяны жаулап алып, отаршылдық билік орнатты. Отаршыл үкімет Корея территориясына генерал-губернаторлық құрды. 1919 жылдың 1 наурыз күні елдің барлық өңірлерінде бейбіт шеру орын алды. Көтерілісшілер үкіметтен елдің тәуелсіздігін талап етті. Тарихта бұл оқиға 1 наурыз қозғалысы немесе Саммил қозғалысы деген атаумен қалды. Жапон үкіметі аталған шеруді күшпен басты. Бұл оқиғадан кейін 1919 жылдың 13 сәуірінде Шанхайда Корей ұлтшылдары Корея Республикасының автономиясын құрады. Және 1945 жылы ақш Жапония Хиросима мен Нагасаки атом бомбаларын тастайды. Содан кейін Жапония жеңіліп қалады, тіпті барлық отарынан айырылады. Осыны пайдаланып, Кореяда өз тәуелсіздігін жариялайды. Бірақ бұнымен соғыс бітпеді. Осылайша өз тәуелсіздігін алады. Бірақ билік үшін елде тағы да соғыс болады. Негізі соғыс ақш пен КСР тарапынан болды. Осылайша басында солтүстік жеңіске жетіп жатырса, содан кейін оңтүстік. Осылай соғыс аяқталады және шекара бекітіледі. Қазіргі таңда екі мемлекетте Корей халқы, бірақ екеуі екі түрлі. Мысалы, біреуі социалистік жолды қолдаса, екіншісі капиталистік. Негізі оңтүстік Корея солтүстік Кореяға қарағанда экономика жағынан да, білім мен өнер жағынан да алда. Ендеше видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек, және де бұл мен үшін үлкен мотивация.